16 аптаға келетін болсақ, 16 аптада жалпы әйелдің жағдайы бұрынға қарағанда жақсарады, барлығы токсикоз мүлдем кетеді көп жағдайда. Сосын бала жақсылап орнығады, сіз жаңағы угрозаны, диагнозды көбінесе бұл уақытта байқамайсыз, ішіңіз ауруы қояды. Және де балада не өзгерістер болады. Бұл бала жалпы 12 сантиметрге дейін өсті, 80 грамм, сондықтан бала үлкен. Былай алғанда груша бар ғой, грушаның үлкендігіндей баланың үлкендігі. Балада қатты өзгерістер жоқ, өйткені барлығы солай үлкендігі бойынша өсіп жатыр. Жалпы баланың сүйектері дамып жатыр, осы кезде шеміршектен сүйекке айналып жатыр. Сол өзгерістер. Әйелде көбінесе жақсы аппетит пайда болады, және де тез, енді осы 16 аптадан бастап сіз тез салмақ жинайтын боласыз. Өйткені сіз осыған дейін токсикоз, дұрыс тамақ жемей, бала іште әлі кішкентай болып, сіз салмақ қоспап едіңіздер. Қазір 16 аптадан бастап аптасына 1 келідей қосатындар бар. Жалпы 16 аптаға дейін бірінші сіздің весіңізден 3 келіге дейін қосып алдыңыз. Егер токсикоз болса, мүлде қоспауыңыз мүмкін. Осы 16 аптадан бастап ішіңіз тезірек өсе бастайды. Көбінесе екінші рет туғандар, үшінші, төртінші рет туып жатқан қыздардың іші кәдімгідей көрініп тұрады. Ал бірінші жүктілікпен онша көріне бермейді. Және де маған сұрақтар кеп жатыр. Бір қыздан сұрақ кепті, қалай ұйықтаған кезде қай жағымызбен жатып ұйықтаймыз деп. Жүкті кезінде көбінесе оң жақ және сол жақ бүйірмен жату керек. Бүйірмен жату неге? Өйткені бала жақсы позада жатады. Сол кезде ішіңізбен неге жатуға болмайды? Әрине ішіңізде қампиған ішіңіз бар. Сондықтан, ал арқаңызбен неге жатпа дейді? Өйткені сіз арқаңызбен жатқанда бала ішіңізге қарай түседі де, ішіңізде үлкен тамыр өтеді. Адамның денесі бойынша тамыр өтеді, аорта деген. Сол үлкен тамырды басып қалмас үшін жаңағы ішіңізге қарай жатқан органдарды, яғни бүйректі, бауырды, асқазанды, шектеріңізді бала баспас үшін, және де балада үлкен болған кезде, шамалы қимылдап бастаған кезде сіз сезесіз. Егер ішпен арқамен жатып қалсаңыз, балаңыз тыпыршып кетеді ішіңізде. Ол 18 аптадан бастап бала жыбырлап бастаған кезде өзіңіз сезесіз, оған ұнамайды ондай поза. Сондықтан бір бүйірмен жатқан жақсы. Сосын дәл сол қызым тағы да екінші сұрағы болды. Менің терім құрғап кетті дейді. Құрғап кетті, ол неге байланысты, не істеуге болады? Қыздар, ол тері құрғау, біреуде құрғау мүмкін, біреуде немесе одан әрі жаңағы майлы болып кетуі мүмкін, терісінің түрі. Сондықтан әркімде әртүрлі. Егер сізде құрғап жатса, жаңағы ылғалдандыратын кремдер жағып, өзіңізге жаңағы теріңізге қарап отырасыз. Егер жаңағы мен өз басымда керісінше құрғап емес, мен өте бетім деген майлы болып кеткен. Майлы болған соншалық жүкті кезінде мен бетіме тональный крем жақсам ағып кететін, сондай майлы болған. Оның бәрі гормондық ауысуға байланысты. Қазір сізде гормондар бір-бірімен біреуі басып жатыр, сондықтан оның бәрін шамалы күту керек. Оның бәрі жүктіліктен. Және де көбінесе сіздегі ентігулер пайда болып жатыр. 16 аптадан бастап ішіңіз өткені үлкеюіне байланысты диафрагманы итеріп жатыр. Диафрагма одан әрі өкпені итеріп тұр, сондықтан шамалы ентігулер болып жатыр, бірақ қатты емес. Және де көбінесе осы 16 аптадан бастап сіз байқайсыз, мұрныңыз бітелуі мүмкін. Ол физиологиялық сондай насморк болып табылады. Ол физиологиялық мұрын бітуі көбінесе жүкті әйелдерде болады. Осы уақытқа егер температура жоқ болса, мұрныңыздан ағып кетпесе, оның бәрі қалыпты. Егер тек мұрныңыз бітелуді айтып тұрмын да, мен сондай бітелген сияқты бір сезімдер болады. Оның бәрі сол уақытқа сай. Және көбінесе екінші туған әйелдер және де арық әйелдер баланың 1-2 рет арасында бір қозғалғанын байқау мүмкін. Бірақ
өте сирек кездеседі. Өйткені көбінесе бала әлі кіші білуге, бірақ кейбір әйелдер, өте арық әйелдер және де екінші рет туған әйелдер осыны байқау мүмкін. Және де бұл кездегі үлкен глобальный проблема ол запор. Көбінесе әйелдерде қатты запор болады. Ол деген жаңағы гормондық, біріншісі гормондық ауысымға байланысты, екіншісі жаңағы ішіңіз деген матка деген жаңағы артқы ішектердің, тоқ ішекті, тік ішектің бәрін басып тұр. Сондықтан шамалы қиындаулар болуы мүмкін. Оның бәрі өтпелі, кетіп қалады оның бәрі. Сондықтан уайымдамаңыздар. Және де қандай бұл запор кезде немен жеңуге болады? Көбінесе жаңағы қызылша жесеңіздер болады. Қызылшадан салат жасасаңыздар жақсы көмектеседі. Және де капустадан борщ немесе капустадан салаттар болады. Сонда жесеңіздер, көкөніс, көкті, жасылды жақсы жесеңіздер, ішіңіз кетеді. Сол қыздар сондай. Және де ең басты сұрап жатқан нәрсе осы баланың дамуында қалай қыз немесе ұл екенін баланы айыруға болады осы 16-шы аптадан бастап. Мен өзімді жалпы УЗИ туралы сұрап жатыр. Қашан қызын немесе ұл көбінесе керек қой. Мысалы қыз күтіп жүргендерге немесе ұл күтіп жүргендерге сол туралы сөйлесейін деп едім. Көбінесе осы 16-шы аптада 12-ші аптадан 16-шы аптаға дейін ұлдың немесе половой член, қыздарда жаңағы половые губы дейді. Соның барлығы біту керек. Немесе соңғысы бітетін 18 аптада бітеді. Кейбірлерде әртүрлі болады. 16 аптадан 18 аптаға дейін. Егер жақсы аппарат болса, УЗИ аппараты жақсы болса, соңғы УЗИ аппараттар болса, кейбір кезде өте ескілері болады. Олар көрсете алмайды 16-шы аптада. Егер жақсы УЗИ аппаратқа барсаңыз және УЗИ жақсы болса, 16-шы аптада көріп береді. Өйткені мен 3 баламда да, барлығында да баламды ұл екенін оларда 16-шы аптада айтқан. Көбінесе 16-шы аптада айта алмайды деп жатады. Оның бәрі өтірік. Өйткені мен өзім басымнан өткізген 16-шы аптада маған нақты ұл екенін көрсетіп берген. Сондай қыздар. Сосын қазір баланың жүрек соғысы 150 рет 1 минутына, 150-ден 160-қа дейін, және де 1 минутына жүрегінен жалпы қан айналымды айналдырып отыр. Ол 1 суткасына 1 тәулікте бала 25 литрге дейін қан айналдырып отыр. Сондықтан қан жүйесі жақсы жалпы жұмыс істеп жатыр баланың. Сол ең бастысы қыздар, фолий қышқылын 16-шы аптаға дейін ішеміз, күніне 3 рет. Және де поливитаминдер ішсеңіз, ішінде фолий қышқылы болса, оны ішпей қоямыз. Тек бөлек ішсек қана ішеміз 3 рет. Жақсылап тамақтанамыз. Қазір көбінесе тамақтанған кезде барлығы тек ұнды тағам емес, арасында жалпы көкөністерді, жеміс-жидектерді араластырып отыруға тырысамыз. Қыздар, және де іш ауырып қалса, көбінесе іштің асты ауырса, және де қан кетіп жатса, егер сіздің бөліністеріңіз, астан кететін бөліністеріңіз жасыл немесе сары иісті болып кетсе, оның бәрі гинекологқа баратын нәрсе. Егер қан кетіп жатса, әрине 103-ге звондайсыздар. Қыздар, келесі 17-ші аптада кездесеміз. Лайк қойыңыздар және комментарий жазып өтіңіздер. Келесі кездескенше.